Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерменен небәрі 15 минутта дайын болатын қатпарлы нанның рецептісімен бөліспекшімін. Менімен бірге соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіз. Рецепт үшін газдалған сусынымызға 1 шай қасық тұзымызды, 1 жұмыртқамызды салып, 1 келкі масса болғанша алдымен араластырып аламыз. Сосын үстінен ұнымызды салып, өзімізге керегінше қолға жабыспайтындай қамыр илеп алуымыз қажет. Қамырымызды толық илеп болғаннан кейін бөлме температурасында 10-15 минутқа міндетті түрде қамырымызды демалдырамыз. Достар, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта жаңа рецепттармен бөлісетін боламын. Оларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Қамырымыз бөлме температурасында демалғаннан кейін қамырымызды алып, өзімізге керегінше бірнеше бөлшектерге бөліп аламыз. Мен бұл жерде 4 бөлікке бөліп, әрбірін жеке-жеке жайып шықтым. Қатпарлы нанның салмасы сіздердің өз қалауларыңыз. Ешқандай салмасыз да жасауға болады, бірақ міндетті түрде бөлме температурасында еріп тұрған сары май қолдануларыңыз қажет. Бұл жерде мен ұсақтап туралған жуаны қолдандым, себебі жуаменен дәмдірек болады. Видеода көрініп тұрғандай етіп жұқалап жайып, үстінен бөлме температурасындағы майымызды жағып аламыз. Сосын өздеріңіздің қалауларыңызша әртүрлі салма салсаңыздар болады, көкпияз салуға болады. Дәл осындай етіп орап аламыз оқтауымызға. Сосын өзіміздің табамыздың мөлшеріне қарай етіп 4 бөлікке немесе 6 бөлікке қамырымызды бөліп аламыз. Осылай бірнеше бөлікке бөлінген қамырымызды дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай рулет сияқты орап аламыз да үстінен 1 рет басып 10-15 минутқа демалдыруымыз қажет. Егер сіздерде демалдыратындай уақыт болмаса, онда орап бола салысымен жаюға болады. Қатпарлы нанымызды видеода көрініп тұрғандай етіп оқтаудың көмегімен осылай жайып аламыз. Көлемі сіздің табаңыздың диаметріне қарай, мендегі табаның диаметрі 20 см болды. Жұқалығы 1-2 мм болуы қажет. Табамызды оттың ең жоғарғы деңгейінде қыздырып аламыз, жақсылап қыздырып алуымыз қажет. Сосын табамыздың ішіне сұйық майымызды құйып, қатпарлы нанымызды бірінен соң бірін бірінші беті піскеннен кейін екінші бетіне аудара отыра, күйдіріп алмай, асықпай осылайнан пісіріп алуымыз қажет. Менің сіздерге берген рецептім бойынша 20 диаметрдан 16 штук қатпарлы нан шықты. Өте дәмді, өте қатпарлы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге және сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Видео соңында мені қолдап лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Егер ұнаған болса, видео рецепт достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.